Енді мына осында үлкен төбелеген тойда, осында үлкен қуанышта ортаға Махамбетжан Айдана бір суретке түсіп алыңыздар. Тарихта қалсын. Кәнеке. Оған дейін біз мына құда баламыздың бір керемет, бір сызылтып айтатын бір ән тыңдасақ деп отырмыз. Ән тыңдамас бұрын мына неке сақинасы деген бар екен. Ұлбосын апа, неке жүзігі бар ма? Неке жүзік. Беріңізші. Беріңізші деп тұр ғой. Қаяқта? Жастарға неке жүзігін таққызайық. Жеңгелер, неке жүзікті әкеліңіздер, екі жас бір-біріне алмасын. Қошаметтеп қойға кәнеке. Ағасы мен жеңгесі, апасы мен жездесі, бөлесі мен нағашысы барлығы қолдайды. Апасы мен жездесі салады Сақинаны. Кәнеке, бере-берді, өздері үзіп алады. Шапалақ. Некенің жүзінің, өмірдің қазығы, белгісі тілектің, қосылған жүректің. Некенің жүзінің, өмірдің қазығы, белгісі тілекпенен қосылған қош жүректің. Құрметті тойшы қауым, құрметті Бөке Ұлбосын апай, бүгінгі үлкен той құтты болсын. Мына жастарымыз, Микош пен Айдана балдарымыз мәңгілік махаббаттары болсын. Осы оттың басында әрдайым той болсын. Мына мен осы 20 жыл болды осы үйге, осы отбасына күйеу болып келгенімде. Содан бері мен мына жаңа құдаларға айтайын дегенім, жақсы жерге қыздарыңызды беріп жатсыздар. Мына Құдайға шүкір, өскен, өнген, үлкен отбасы. Не дейміз, мына Микош, мына басымнан біраз қиыншылықтар өтті, оны бәріміз білеміз. Соған мойынсынбай, мына үлкен жаңағыдай өтіп, сол қиыншылықтың бәрінен, мына бүгін сенің үлкен тойыңның қызығын көріп отырып, мына әрдайым алдың ашық болсын, ақ жол тілеймін, екеуің бақытты болыңдар. Қай бәрекет, жездең бар ма деген, шапала бар баяғы. Апасы қосыла ма? Жаңағы осы церемонияны басында бастайды деп, бірақ тамадамын ашық кісі деп есептеймін. Мынау еркек үйдің егесі деп, әйел үйдің шегесі деп айтады. Сол сияқты түсіп жатқан Айдана келініміз бізге ималы болсын, инабатты болсын, мамаларға аға мал көрсетсін, бар жақсылық тілеймін, қуаныш береке кіре берсін деймін, аяғын бақытты болыңдар деймін. Бүгін біздің маманың туған күні, сонда құттықтаймыз. Мамаға үлкен подарок жасады Мико баласы, келін әкеп жатыр. Барлықтарыңызды жақсылық тілеймін, денсаулық тілеймін, ауырмаңыздар, аман болыңыздар. Осындай той-томалақта кездесіп жүре берейік, тек жақсылықта кездесейік. Сол үшін. Рахмет. Енді мама деп қой, келін шықты. Құтты болсын. Туған күніңіз, қыздың жасы сұрама, қыздың жасы 18 дейді. Кәнеке, тәтек келіңіздер, апа кеткен, бір ауыз тілек айтшы беріңіздер. Осында үлкен қуанышта келіңіздер, бері қарай. Мен мына той егелеріне осы сәтті пайдалана отырып, бір тілек беріп жіберейін деп отырып, келіңіздер. Енді мына бауырлары барлығы қайдасыздар, келіңіздер, неге. Осында кімнің бауырлары?
бар екен, Құдайға шүкір барлығы ағайын таусылмасын. Енді мына үлкен көңілдерін бастаса деп отырмыз тілекті. Кім бастайды? Анасында қадірлі қонақтар, туыстар, құдалар, бауырластар. Мына біз енді мына тойды Никошканың үйлену тойы Айдармен екеуі бақытты болсын. Өз жастары ұзақ болсын. Шөберек болсын, немерек болсын. Келген осыны құда, жүйжат, туыс болуға бәріне рахмет. Бақытты сақтаңыз. Тұрсынай апа, енді мына келіңіз тұрсын. Тұрсынай апа ма? Иә, 9 ай 9 күн толғатпай-ақ, көтермей-ақ, мінеге құрметті айданадай қыз тапқан құтты болсын деп, арнайы шабала бір тілек берейік әрекет. Қазақтан тояр бітпесін, ақ бөлек қата жаттың. Құрметті тойшыл қауым, өкті болғандарымыз құтты болсын. Келіп жатқан жаңа құдағайлар, орындарыңыз құтты болсын, төрге шыққандарың құтты болсын, ұзағынан болсын деймін. Мен айдана, бір айдана еді, 2 айда да болды. 2 жасқа бақыт тілеймін, енді сау, өмірлі ұзақ болсын. Астарынан бақ дәулет кетпесін, жұмыста абыройлы болып, аман есен, көктеп көгерсін. Ұтып отырған қауымға бәріне де отбасыларына аманшылық, денсаулық тілеймін. Тек осындай біздің тойымға келе беріңіздер. Тек тойдан тойға қатай берсін. Ағаларының атынан Болат аға, өзіңіз бір ауыз тілек айтыңыз. Жеңге, мына бүкіл ағайын түгел шығар деп ойлаймыз. Енді мына айналып кеп осындай кешеден бері тілек айтып жатырмыз ғой. Енді мына тойды қорытындылап шаппай биге тұрғызайық, мына халықты ұстамайық деген ниетпенен той егесі Болат ағамыз. Ал енді ардақты ағайын, мына бәрін сатып аласың, бірақ денсаулықты сатып ала алмайсың. Үйді сатып аласың, бірақ мынадай керемет жанұяны сатып ала алмайсың. Алтын сағат сатып аласың, бірақ та алтындай уақыт сатып ала алмайсың. Сол алтындай уақытын дейіп келген ағайындарына алтындай мінекей керемет осы тілегін айтсын деген ниетпенен Болат әкемізге шабала бір тілек берсек деп отырмыз. Тойға жиналған тойшы қауым, мына той бәріңізде құт береке келсін. Осы той әрқайсысының жанұясында бола берсін. Мына құдаларыма, мына келген қадамдарыңызға гүл бітсін. Яғни елде мына туған туысқандарыма айтатыным, мына көшелерге рахмет. Мына тойыңызды бөлісіп, алтын уақыттарыңызды бөліп келіп жатқандарыңызға мына ұл болсын, нағашы жұртым, ол кісілерге рахмет. Мына дос жарандарыма рахмет. Мына Мигоның коллективіне, Мигоның жолдастарыма рахмет. Мына ұл болсының одноклассниктеріне рахмет. Әбденді мына Құндызай қарындасыма рахмет. Бәріңізге рахмет. Мына алтын уақыттарыңды бөліп, бізді мына тойымызға қатысып, көмектесіп, той деген көпшілікпен бітетін нәрсе ғой. Мен бірінші қуанышым, мына 2 балам бақытты болсын, бір-бірін сыйласын, өсіп-өссін. Мына көше деген өте көп халық емес, шамалы ғана өзі бір ауылдың адамдарымыз біз. Жаймен көбейтейік семьяны. Міне қыздарды Құдайға шүкір құдасы жемденсеңіздер, ұлдар да бар. Яғни бәріңіздің отбасында осындай той болсын. Мына құдаларыма рахмет, кеше жақсы қарсы алып күтіп бізді қарсы алғанда. Осы мына Тамаз жолдасқа рахмет, бізге тілек беріп, осы тойымызды ұйымдастырып жақсы өткізіп жатқанына, сол осы
микрофонды пайдаланып сіздерге ертең сағат 1-де тәтті шайға шақырып жіберемін. Сол айтып қояйын. Құрметті Көшім қауым, мынау алты уақыттарыңызды көріп келіп, қуанышыңызды көрсетқандарыңызға көп рахмет. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, отбасыларыңыз аман болсын, еліңіз тыныш болсын, балдарың бақытты болсын деймін. Сол басқа не деймін, бақытты болыңдар деп келемін. Ал алла туған күніңіз құтты болсын. Айтқымыз ұмытып кетіп. Ал барлықтарыңызға көп рахмет. Той-тойға ұласып жатыр, билейміз, қуанамыз. Алда көшелер жеңшеліп туған күн, не келесіңдер дейді бүгін? Бәрекелді. Бір көкем айтып тағы жетім болдық қой деп. Ал енді ардақтан ағайын осымен ләбиямен деп бірге бата сұрайық, төрінде отқан бас құдаларда. Құрметті тойшы қауым, Қасым Әкенің бас құда деп, міне асаба жолдас келіп айтып жатыр. Бірақ менің келген ағашым бар, Тараздан келген Әмірхан деген. Осы кісі Әулиеатадан келіп отыр ғой. Осы кісі жасы да, жолы да, қай жағында болса да үлкен, осы әбеке бір ас қайтасын. Гүлжанның нағашысы. Ауылым десең маған, Құдай берсең саған. Оң жағыңа қарасаң, алтын терек орнасың. Сол жағыңа қарасаң, күміс терек орнасың. Еш жамандық болмасын. Дастарханың тоқ бол, уайымайларың жоқ болсын. Бағдәулет берсін бастарыңа, ғұмыр берсін жастарыңа. Бәле-желе жететін, жоламасын қастарыңа. Бөлімді бетінен сүйіп тапсырайын, менің жолым берсін келесі той осыны деп тұр. Олай болса